Bugün işte buradasın. Balam men ata-bobomdan qolgan qasiyatli qo'l o'ynab she'r to'qishni jasar oldim. To'g'ri. She'r to'quv degan she'r to'quv xalqimizdan ijillangan qo'l o'ynari. Onu şimdi yap. Bunga qadar kiyiz ilm uchun bo'lish uchun sovuqdan qo'rg'ash uchun foydalangan qurollar. Şimdi sizge. Qizim bunday bo'lgan bo'lsa, mana shunday tutay oldim. Jaraysan qizim, endi anangni chaqirib kelaver. Ya anamla gel. Ne bizim de kurulumuz, şehir toplum kurulumuz aynı oldu. Anası nazikte ne düştü? Kızım, бұл жіптер әртүрлі түсті. Бұл жіптердің әрқайсысының өзінің мәні бар. Ақ түс тазалықтың, қызыл түс қуаныштың, жасыл түс өмірдің белгісі. Ал ою-өрнектер ата-бабамыздың арман тілегін білдіреді. Әрине қызым, өнерлі бала өнегелі болады. Кел екеуміз бірге жасайық. Olsun balam, önерli bala елдің adası. Ұлттық мұраны жалғастыру біздің парызымыз. Мен достарыма шиті қойдамын. Өнерімізді насихаттасақ, рухымыз биік болады. Кел қызым, маған көмектесе ғой. Шейдің 3 түрі болады қызым. Ақ шей, орама шей, шым шей. Біздер бүгін бір түсті жіптен ақ шей тоқимыз. Бұл шеймен аналарымыз киіз басқан. Киіз қойдың жүнінен иіріп, тығыз етіп басылған үй жағдайында қолданылатын бұйым. Бірлік бар жерде қызым, бірлік бар. Отбасында береке болса, өнер де өрлейді. Ұлттық мұрамыз жасай берсін, өнеріміз өрге жүзсін. Мінекей қызым, шейімізде дайын болды.